балам, қолыңа дерт бермесін, өркенің өссін. Бісміллә. Ал бақытты бол балам, өркенің өссін, өпірлі шүпірлі бол. Қосағыңмен қосағар, балдарың өсіп, жапырағың жайыла берсін балам. Мә, қызым? Мә, бауырсағың жей ғой. Жаным дейді, жей ғой бауырсағыңды. Дендеріңізге саулық берсін, отбасыларыңыз аман болсын, жапырақтарың жайылып өсіп өне беріңдер. Аллаға. Қазақта сөз орнына қамшы жүрген балам. Кішкентай баланың бесігіне қамшы ілген, есейгенде жастығын астына қойған. Өйткені ер бала рухтанып өседі. Қыз баланың қамшысы әдемі тастармен көмкеріледі. Қамшыны сыйға тартқан үлкен құрмет болып есептеледі. Әже, не істеп жатырсыз? Көрдің бе? Мынау дейтін ұршық деген болады. Бұл ұршықпен жіп иіреміз. Мына жүнді түтеміз. Оны мынандай қылып шүйкелейміз. Одан кейін иіреміз. Иіргеннен кейін не істейміз? Ол жіптен аяғына байпақ тоқимыз. Кеудешік тоқимыз. Жылы-жылы киімдерді тоқимыз. Қызым, мынау жыртқыш аң қасқырдың терісі. Қасқыр. Мынау қазақтың аспабы домбыра. Және де мынау біздің өзіміздің қамшымыз. Отбасы үлкен өмірге дайындайтын мектеп. Әлемдегі барлық баланың арманы бақытты отбасында өмір сүру. Әр бала өз жақсы көретін атасы, әжесі, қорған болар әкесі. Әлемдегі ең мейірімді жан анасы, және тату балалары болса деп армандайды. Бақытты отбасы дегеніміз ол балалы үй, тәрбиелі балалар, сыйластық пен сүйіспеншілік. Әр баланың арманы ата-анасының жанында жүру. Олардың мақтанышы болу.